Өмірде біз өзімізге маңызды деп тапқан нәрселерімізді бірінші орынға қойғымыз келеді. Өмірде қол жеткізгіміз келетін нәрселер де өте көп. Бізге ақша да керек, бізге қарым-қатынас та керек, денсаулық та керек. Қызықты әсер де алғымыз келеді. Осылайша алға қойған мақсаттарымыздың тізімі барынша ауқымды болуы мүмкін, және олар өмірдің әр кезеңдеріне қарай өзгеріп тұрады. Яғни 20 жасыңда қалаған нәрсеңнің 50 жасыңда қалайтын нәрсеңнен әлде қайда өзгеше болатыны айқын. Осылайша өмір дегеніміз бұл мақсатқа қол жеткіземін деген және ұдайы нені қалаймыз, соны аламын деген ұмтылыс. Бірақ бір нәрсе ғана өзгеріссіз қалады. Бұл өзгермейтін нәрсе ол біздің бақытты болғымыз келетіні. Барлық адам бақытты болғысы келеді. Біз өмірдің қарапайым болғанын қалаймыз. Біз оның жеңіл болғанын қалаймыз. Өмірдің бізден көп нәрсені талап етпегенін қалаймыз. Біз күнделікті өмірдің рахатын көргіміз келеді. Сонымен, бұған дейін көп жылдар бұрын мен мына бір жағдайды аңғардым. Адамға бақытты болуына мүмкіндік беретін бір қатар тәжірибелер бар екен. Сосын мен бақыт тәжірибесі деп аталатын кітап жазып шықтым, бірақ мынаған мән беріңіздер. Бұл кітап бақытқа деген талпыныс, немесе біздің талпынып жүргеніміз ол бақыт емес деген сияқты атаулармен аталмайды. Мұның атауы бақыт тәжірибесі. Сондықтан сенің жасап жатқаныңның барлығы бұл бақытты болу жолындағы сенің тәжірибелерің. Бақыт дегеніміз сен қол жеткізсең болды, әрі қарай тұрақты түрде бола беретін нәрсе деген теріс ұғым бар. Яғни оған қол жеткізгеннен кейін ол тұрақты түрде қалады деген. Менің ойымша, бақыт деген сөзге қарап отырғанша, оның мәнін шамалы өзгерту керек сияқты. Сондықтан бақыт туралы ойланудың орнына неге бізге разылық туралы ойламасқа? Мен өз өміріме риза бола аламын ба? Мен өз өмірімде алаңсыз, бейқам бола аламын ба? Мен өз өмірімде жайбарақат бола аламын ба? Осы нәрселерді мен күнделікті қолдана аламын ба? Осы кезде сен мынаны түсінесің. Егер де бақыт сенің түпкі мақсатың болса, ол шынымен де сенің түпкі мақсатың екені рас. Онда бақыттың бір мезеттері деп аталатын нәрселерді күнделікті жасап жүру керек. Мысалы, дәл қазір сен өміріңде болып жатқан нәрселер үшін алаңдамауыңа болады. Дәл қазір өміріңде сені алаңдататын нәрселер көп шығар, бірақ сонымен қатар балаларың, достарың, музыкалық шығарма, оқыған кітаптарың сияқты өміріңде сені қуантатын нәрселер де, сені рахатқа бөлейтін нәрселер де бар. Мүмкін дәл осы сәтте мені тыңдап отырып, сен тынышталып, жайбарақат күйге түскен боларсың. Осы кезде сенің ішіңде бірдеңе іске қосылып, мен осындай сәтте тыныштық табамын деп түсінетін шығарсың. Нәтижесінде осылайша сен бақытты тәжірибелей бастайсың. Бұған қоса сен жақсы көру мен мейірімділікті тәжірибелеп, өзге адамдарға деген сүйіспеншілікпен, немесе жақсы амалдар мен жақсы істерді жасау арқылы мейірімділікпен күніңді өткізе аласың. Міне осыларды жасаған кезде бойыңда қанағаттану, қуану және босаңсу сияқты сезімдердің туындағанын аңғарасың. Мұны жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Біздің өмірімізде бәрін қиындатып, күрделі қылып жіберетін біз өзіміз. Менің ақылдың күші деген тренингімнен және мастер-классымнан үйренуге болатын тағы бір нәрсе,
Бұл біздің ақылымыздың әңгіме айтқыш екенін. Біздің ақылымызда өмірімізде болып жатқан барлық нәрселер туралы әңгімелер бар. Ендеше бұдан былай өзіңе айта бастайтын әңгімелер мынандай болу керек. Өмір қарапайым, өмір жеңіл, өмір мезет-мезетімен өтіп жатыр. Сен тіпті бұларды аффирмация ретінде қолдана аласың. Өмір қарапайым, өмір жеңіл, өмір дегеніміз менің басымнан мезет-мезетпен өтіп жатқан нәрсе. Осы аффирмацияны, осы әңгімені қабылдаған сайын, оларды өзіңе қайталай берген сайын не болатынын білесің бе? Өмір қарапайым бола бастайды. Өмір жеңіл бола бастайды. Өмір әр мезет сайын дами бастайды. Дәл осылай бәрі жұмыс істей бастайды. Сенен талап етілетіні бар болғаны әр күніңе таңғажайып саяхат. Бұдан кейін ешқашан қайталанбайтын саяхат түрінде ерекше күн сияқты қарау керексің, және оны бағалай білу керексің. Сен қуанышқа себеп іздейсің. Сол кезде тоқтап, жан тыныштығы жағдайына өту керексің. Сен басқа адамдарға мейірімді болудың жолын іздейсің. Сосын өзге адамдарға мейірімділік танытқан кезде, оларға қошемет сөздер айтатын болсаң, немесе тіпті оларға жәрдем берген болсаң, өзіңнің бір жақсы сезімге бөленетініңді аңғарасың. Содан кейін сен мұндайды жиі жасап жүру керек екенін түсінесің де, ондай әрекеттерді жиілетіп, осы тәжірибені қолға аласың. Өмірдің осы тәжірибесін, оның әр мезетін, әр күнін меңгерген сайын, өмірдің нағыз құндылығы болып, ішкі тыныштықтың, разылықтың және мейірімділіктің табылатынын түсінесің. Сен мұны күнде жасай аласың. Бақытқа, бақытты да табысты өмірге апарар жол осы. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.